Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Мен өмір аяғым тимей отыр. Аяғына бақыл киіп алған дейді. Бүкіл бөлмені сасып отыр ма? Саламатсыздар. Бүгін тамақты бізге Альмира беріп отыр. Бүгін кезекшісің ба, не? Тыныштық па? Көмектесу ғой. Болашақ келін болатын деген қызға ол болмайтын нәрсе ғой. Қолдан келетін болса неге бермесін? Рахмет. Қазақ қыздарының өзге ұлтқа шығуына қалай қарайсың? Мен оларға көзқарасым ондай қарсылық жоқ. Ешқандай егер сүйіп тұрса, ең бастысы бір-бірін жақсы көрсе, сыйласа, ол ұлтқа бөлінудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ өз жеке басым мен енді қазақ жігіттеріне ғана жігіт ретінде қарай алам. Ал басқа ұлттармен тек қана дос ретінде, сондай сыйластық қана. Бірақ күйеу ретінде көре алмайсың. Жоқ, көре алмаймын. Өзге ұлт өкіліне тұрмысқа шығуға қазақ қыздарының қалай қарайсың? Мүлдем қарсымын, 100%, 200%, 1000% қарсымын. Енді басқа шыға ма шықпай ма деген нәрсе емес менде. Басқалар да қарсы болса екен деген нәрсем. Қазақ қызы қазаққа тию керек, қазақ жігіті қазақты алу керек деген. Ұлтшыл емеспін дегенмен өз қазағымызды көбейткен дұрыс. Өз қызымызды өзге ұлтқа беріп, өзге ұлттың балаларын көбейткенше деген нәрсе ғой. Намыс деген іш қайнап кетеді. Ол бір бөлгенім емес негізі. Пусть өздерінің ұлттарына. Мәселе ұлттарда емес, ең бастысы адам жақсы болса, қандай ұлт болса, қандай религия дейді ғой, это не важно. Ең бастысы адам жақсы болса, бір-бірін жақсы көрсе, болды, сол бақытты болса болды. Таң атпай 8-де келу керек ма? Сендер без косметики түсіріп, бәрі соны сұрайды ғой? Нені? Қыздарды без макияжы түсіріңізші деп. Бір-бірін жақсы көріп тұрса, ұлтқа да ешкімге қарамайсың негізі. Мен ешқашан ұлтқа бөліп көрмегем адамды. Негізі мен мысалы мамамның жаңағында туыстарының сестренкасы жаңағы мысалы шетелде тұрады, күйеуі басқа ұлт. Маған көңіл бөлмеген адамға мен не үшін көңіл бөлуім керек? Сонда оның өзінің уақыты болмады ғой, сізбен кездесуге. Маған күнделікті сөйлесетін сөзіміз. Қайырлы түн баршаңызға. Қайырлы күн. Қайырлы жандарға. Болма? Иманы толған адамдарға. Аты жөні кім екен? Жете алмай қойдым. Әлі атын білмейсің сонда. Чинхома бір нәрсе. Қысқаша қайтып айтсам болады деп сұрамадың ба? Чикс деп айту керек қой. Чикс деп айту керек. Изе мысалы ата-анаң қандай